Сәлем достар, менің есімім Асқарова Жұлдыз, Қарызсыз қоғам жобасының қаржы эксперті боламын. Бұл видеода мен сіздерге қарыздарыңыз просрочка болып кетсе, не істеу керек, сондай-ақ жаңа төлем графигін қалай алуға болатынын толық түсіндіріп беремін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қандай қадамдар жасау керегін, банк немесе микроқаржы ұйымдарынан жеңілдетілген графикті қалай сұрауға болатынын, алдын ала қандай құжаттар дайындау қажет екенін білетін боласыздар. Просрочка деген не? Просрочка бұл несиеңіздің төлем уақытында төлемеген жағдай. Ол қашан басталады? Егер сіз несиеңізді немесе қарызды белгілеген күнде төлемесеңіз, келесі күннен бастап ол просрочка болып есептеледі. Банк немесе микроқаржы ұйымы қандай шара қолданады? Алғашқы күндері сіздерге ескерту, хабарламалар, қоңыраулар келеді. Егер төлем ұзаққа созылса, айыппұлдар мен өсімпұлдар қосылады. Кейіннен қарызды өндіру үшін іс коллекторларға немесе жеке сот орындаушыларына берілуі мүмкін. Просроченная задолженность қашан кредиттік тарихқа әсер етеді? Бұл сұрақ көбісін мазалайды. Әдетте 30 күннен асқан төленбеген қарыздар кредиттік бюроға жіберіледі де, сіздің кредиттік тарихыңыз нашарлай бастайды. Просрочканы қалай шешуге болады? Ай сайынғы төлемді уақытша тоқтата тұру. Кейбір банктер немесе микроқаржы ұйымдары клиенттің жағдайына байланысты төлемдерді уақытша тоқтатуға мүмкіндік береді. Бұл кезеңде сізден ай сайынғы төлем талап етілмейді, бірақ әдетте пайыздар есептеле береді. Төлемге отсрочка алу. Егер сізде ресми себеп болса, ауырып қалсаңыз, жұмыстан шығып қалсаңыз, табыссыз қалсаңыз, банкке өтініш жазып, белгілі бір мерзімде төлемді кейінге шегеру мүмкіндігін сұрай аласыз. Жаңа график жасау, реструктуризация. Бұл ең тиімді жолдардың бірі. Банк сіздің қарыздарыңызға есептеу жүргізіп, ай сайынғы төлемді азайтып, төлем мерзімін ұзартып береді. Нәтижесінде төлем сізге жеңілдейді. Жаңа графикті қайдан сұрау керек? Тікелей банк бөлімшесіне барып өтініш білдіруге болады. Кол орталыққа қоңырау шалу арқылы, көптеген банктерде арнайы электрондық пошта немесе ресми чат бар. Сол жерден өтініш қабылданады. Ең ыңғайлысы банк мобильді қосымшасы немесе интернет-банкинг арқылы да өтініш беруге болады. Электрондық поштаны қалай табуға болады? Әр банктың ресми сайтында байланыс немесе кері байланыс бөлімінде көрсетіледі. ЕГОВ электрондық порталында банктердің ресми байланыс деректері де бар. Қосымшада мобильді банкинг қолдау қызметі деген бөлім бар. Сол жерден тікелей сіздер де жаза аласыздар. Отсрочка немесе жаңа төлем графигін алу үшін қандай құжаттар қажет? Өтініш берушінің толықтай аты жөні, ЖСН номері, байланыс деректері, ұялы номер телефоны, электрондық поштасы, қарыз туралы мәліметтер, яғни шарт номері, қарыз сомасы, микроқаржы ұйымының немесе банктың атауы. Қайта құрылымдау мерзімі сомаға байланысты әдетте микроқаржы ұйымдары үшін 12 айдан аспайды, ал банктер үшін ұзақ мерзімге мүмкіндік бар. Сонымен қатар қосымша құжаттарды да жинау қажет. Мысалы, отбасылық жағдайға байланысты неке туралы куәлік немесе ажырасқаныңыз туралы анықтама керек. Отбасы құрамын растайтын анықтама. Көп балалы ана немесе жалғыз басты ана мәртебесі болса, тиісті анықтаманы ұсыну керек. Екінші, еңбек жағдайыңыз бойынша құжаттарды да жинауыңыз керек. Егер ресми түрде жұмыс істеп жүрсеңіз, зейнетақы аударымы туралы анықтаманы ұсыну қажет. Оны сіз ЕГОВ, Е-салық азамат немесе Каспи қосымшасы арқылы да алу мүмкіндігіңіз бар.
Егер жұмыс істемейтін болсаңыз, жұмыссыз ретінде тіркелгеніңіз туралы халықты жұмыспен қамту орталығынан анықтама алуыңыз қажет. Балалардың туы және олардың саны туралы анықтама, егер балаларыңыз бар болса да, оны ұсынуыңыз керек. Өтініште мыналар көрсетілуі тиіс. Қарызды өтеу бойынша жеңілдетілген кесте беруді сұрау. Негіздеме, қаржылық қиындықтар, тұрақты табыстың болмауы, асырауыңыздағы тұлғалардың саны немесе болуы және тағы басқалары. Ұсынылған ай сайынғы төлем мөлшері және өтеу мерзімі. Расталатын құжаттарды бірге жіберу. Өтінішке қол қойып, банктің ресми электрондық поштасына жіберу. Хаттың тақырыбын келесідей көрсету ұсынылады. Қайта құрылымдау туралы өтініш өтеу кестесі. Және барлық растайтын құжаттарды бірге тіркеп жіберу қажет. Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңына сәйкес, өтініштерді қарау мерзімі 15 күн тізбелік күнге дейін созылады. Құжаттар тізімі әр банк пен микроқаржы ұйымдарында әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан нақты тізімді өзіңіздің банк бөлімшесінен немесе ресми сайтынан білуіңізге болады. Банк өтінішті қабылдамаса не болады? Қандай салдары бар? Егер банк немесе микроқаржы ұйымы сіздің өтінішіңізді қабылдамаса, келесі салдар болуы мүмкін. Кредитті төлемеген жағдайда қарыз сомасы күн сайын өсімпұл мен айыппұл арқылы ұлғая береді. Хабарламалар мен ескертулер банк немесе коллекторлар қоңырау шала бастайды. Сотқа дейінгі өндіріп алу, қарызды өндіріп алу үшін іс сот орындаушыларына берілуі мүмкін. Шоттарға арест қойылуы мүмкін. Егер қарыз ұзақ уақыт төленбесе, шамамен бірнеше ай ішінде банктың шоттарыңызға арест қойылады. Сот орындаушы шығындары. Қарыздан бөлек сіз сот орындаушының қызмет ақысын да төлеуге міндетті боласыз. Кредиттік тарихтың бұзылуы. Қарыз кешіктірілген күннен бастап сіздің кредиттік тарихыңызға теріс әсер етеді. Ал бұл болашақта несие алу мүмкіндігін қиындатады. Егер сіз өтініш беріп 15 күн ішінде жауап келмесе, немесе негізсіз бас тарту берілсе, келесі мекемеге жүгінуге болады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне, кредитордың әрекетіне немесе әрекетсіздігіне шағым жазуға болады. Сондықтан ең дұрыс шешім банкпен келісіп реструктуризация жасау. Бұл қарызды қайта есептеуге, төлем мерзімін ұзартуға және ай сайынғы төлемді азайтуға мүмкіндік береді. Қандай лайфхактар бар? Мысалы, өтінішті қайта жіберу, өзіңіз бөліп төлеу және тағы да басқа. Егер банк немесе микроқаржы ұйымы алғашқы өтінішті қабылдамаса, сіз белгілі бір уақыт өткеннен кейін, әдетте 1-2 ай арасында өтінішті қайта бере аласыз. Бұл жолы толық құжаттар мен дәлелдерді қоса берген дұрыс. Өзіңіз бөліп төлеу, яғни егер ресми график бермесе, сіз өз мүмкіндігіңізге қарай ай сайын бөліп төлеуге болады. Бірақ бұны банкке немесе микроқаржы ұйымдарына хабарлап қойған жөн. Бұл сіздің қарызды өтеуге ниетіңізді көрсетеді. Кол орталыққа жиі хабарласу. Кейде бөлімшеге барудан көрі тікелей кол орталық арқылы өтініш беру немесе келісу жылдамдырақ жүреді. Электрондық пошта қосымша арқылы хат жолдау. Көптеген банктерде арнайы электронды пошта немесе мобильді қосымшада өтініш беру бөлімі бар. Сол жерден ресми түрде жазып қалдыруға болады. Реструктуризацияны қайта сұрау. Банк бірінші рет бермесе, табысыңыз өзгергенін немесе төлем қабілетсіздігіңізді дәлелдейтін жаңа құжаттармен қайта жүгінуге болады. Қысқасы, ең басты лайфхак банктен қашпай байланыста болу. Уақытылы әрекет етсеңіз, банкте сіздің жағдайыңызды ескеруге тырысады. Достар, егер сізде қарыз болып просрочкаға түсіп қалсаңыз, ең бастысы банк
халықпен байланыстан қашпаңыз. Уақытылы өтініш беріп, жаңа график немесе отсрочка сұраңыз. Бұл сізді үлкен шығындардан, артық айыппұлдардан және сот орындаушыларының шараларынан қорғайды. Реструктуризацияда ұят емес. Бұл жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын заңды қадам. Егер сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыздар, мен эксперт ретінде жағдайыңызды талқылап көмектесуге тырысамын. Лайк басып, біздің арнаға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.